Мына нәрсені өзіме және мұсылман бауырларыма маңызды деп айта кеткім келеді. Біз таң намазына ұйықтап қалып жатамыз. Сөйтіп, неден екен деп ойланып отырамыз. Ал бұның себептерін исламда айтып қойған. Көп себебі әлбетте. Соның біреуі жатарда тойып тамақ жеу. Жатарда тойып тамақ жеген адам таң намазына тұруы да қиын болады. Оның түні ауыр өтеді ол адамның. Және азанда тұрған кезде де ол адам шаршаңқы, денесі талған жаңағы, денесі ауыр. Жалпы исламда тойып тамақ жеу зиян екенін айтқан болса, жатарда тойып тамақ жеу одан да зиян. Себептердің бірі осы тойып тамақ жеу, ұйықтап қалуға себеп. Екіншісі біздің сол күні жасаған күнәларымыз. Кейбір адамдар айтуы мүмкін, күнәмен ол намаздың не байланысы бар, не айтып кеттің деуі де мүмкін. Біздің сөзіміз емес. Имам Ахмадтың сөзін айтайық. Бір адам келіп, имам Ахмадқа айтады: "Я имам, мен таң намазына тұрғым келеді. Түнгі намазды тұрып оқып, артынан таң намазды қосып тұрып оқығым келеді. Дәретімді алып, ерте жатамын. Бірақ түнгі намаз түгіл, таң намазына да тұра алмай қалып жатырмын" дейді. Сонда имам Ахмад айтады: сенің күнәларың сені таң намазына тұрғызбай басып тастап жатыр ғой, дейді. Имам Ахмад айтады: сенің күнәң сені таңғы намазына тұрғызбай басып тастап жатқан ғой. Сен күндіз Алла тағалаға күнә жасама. Алла тағала саған сондай жеңілдіктер береді. Сен түнгі намазға да тұратын боласың, таң намазында қаза қылмайсың деп. Менің сөзім емес. Имам Ахмад айтып жатыр. Айтады осылай. Және біз білеміз, исламда не дейді? Әрбір амал өзінің серігін сүйреп тартып отырады. Мысалы, өтірік айтасыз ба? Үйде әкеңіз отыр, біреу келіп есік тақылдады. Әкең бар ма десе, жоқ деп өтірік айттың ба, болды. Ол Алматыға кеткен, ол ертең келеді, ол жаяу кеткен. Бір өтірік артынан өтірікті тарта береді. Әлгі сырттағы адам қанша сұрақ қойса, бүкіліне өтірікпен жауап бересіз. Басында бір-ақ рет өтірік айтам деп ойлағансыз. Бір жақсылық істесеңіз, сол жақсылық артынан жақсылықты тартып отырады. Күнә істесеңіз, күнә өзінің артынан күнәні тартып отырады. Адам бірінші күнә істеген кезінде өкінеді, қиналады. Екінші рет күнә істеген кезінде, дәл соны қайталап істегенде уайымдайды. Үшінші рет істеген кезінде уайымдамайды. Төртінші рет істегенде оны ашық істейді. Бесінші рет істеген кезінде оны адамдарға мақтанып айтатын болады. Осылай жүректі күнә өлтіріп тастайды. Таң намазына бірінші ұйықтап қалған адам қиналады. Екінші рет ойланады. Үшінші рет енді бұл күніге сол деп. Бұл бізге бір уайымдамайтын да нәрсеге айналады. Айтқым келгені, бір күнәні істеу артынан басқа күнәні істеуге әкеп соғады. Не үшін? Өйткені таң намазына біздің тұра алмай қалуымыздың себебі біз уайымдамаймыз. Ал жүректегі уайымды осы күнә өлтіреді. Жүректі қарайтатын нәрсе осы күнә. Мысалы үшін, таңғы 6-да самолетіңіз бар. Ұшуыңыз керексіз. Не болмаса, таңғы 6-да бір әкім келіп қонайын деп жатыр. Сізге күтіп алуды жүктеген, ұйықтамайсыз. 100% ұйықтамайсыз. Жанымыз шығып кетпесе егерде, өліп қалмасақ әйтеуір, тірі болсақ ол жерге барамыз. Неге? Өйткені бұл өте маңызды шаруа біз үшін. Рас қой енді. Барамыз ғой енді, ол кім болсақ та. Не үшін? Бұл өйткені өте маңызды тірлік. Қалай ойлайсыз? Таң намазы бұдан маңызды емес пе? Алланың парызын өтеу, ол одан маңызды емес пе? Маңызды. Бірақ тағы бір себебі, әлгі әкім бізді кешірмейді ғой. Самолеттан түсіп тұрсын, бір 2 сағат сол жерде күтіп қалсыншы, не жұмыстан шығасың, не айлығың кесіледі, не ұрыс естисің. Біз содан қорқамыз ғой, кешірмейді ғой ол. Ол жаза береді. Алла тағаланың мейірімді деген сипатына біз көп үміттенеміз. Алла кешіреді ғой деп ше. Таң намазына тұра алмай қалудың себебі, бауырлар, бұл біздің кеш жатқанымыздан, не болмаса шаршап жатқанымыздан емес.
бұл біздің сол нәрсенің қаншалықты маңызды екенін уайымдамағанымыздан. Мысалы үшін түнгі 3-те жатсақ та жаңағы 6-тағы самолетқа барамыз ғой. Не болмаса ұйықтамай қоясың. Енді мына Алла разы болсын әпке қарындастарымызға да, кейбір әпке қарындастарымыз былай дейді. Осы нәрсеге. Қандай күнә ол дейді. Қандай күнә ол. Азаннан кешке дейін үйде отырып та ұйықтап қалып жатырмыз ғой. Қандай күнә бізде деп ше. Құдайдың құдіреті азаннан кешке дейін 24 сағат сіз үйде отырсаңыз, бұл сізді періште екен деген сөз емес қой ол. Үйде отырып адам діннен де шығып кетуі мүмкін ғой. Ниеті дұрыс болмаса. Біріншіден, жалғыздық күнә істеуге өте оңай нәрсе. Қоғамдық ортадан гөрі жалғыз отырған адам күнәні істеуге ешкім көріп тұрған жоқ қой жаңағы. Күнә істеу оңайлы болады. Бұл бәрін күнәһар деп жатқан жоқпын. Салыстырмалы түрде айтып жатырмын. Қараңыз, жалғыз отырсыз азаннан кешке шейін. Телефонда аласыз, құрбыңызбен сөйлесесіз. Сөйтіп ананы ғайбаттайсыз, мынаны ғайбаттайсыз. Күнә ма? Күнә. Бір-екі намазыңызды қаза қылып қойсаңыз, күнә ма? Күнә. Мына жігіттер бауырларымыз жалғыз өз үйде отырып алып, интернетке кіріп, жарым жалаңаштарды көріп отырса, жалғыз болғаның үшін саған сауап жазылып жатыр ма? Жоқ, ол да күнә. Оның үстіне мына әпке қарындастарымыз, жеңшелеріміз интернетке кіреді, ютубқа кіреді, әркімнің сөзін тыңдап отырып, жаңағы комментарий жазады. Біз комментарийін әшейін жаза салмаймыз ғой, жаңа біздің ашуымыз тез шығады. Біз мынауың дұрыс емес екен демейміз. Оңбаған деп бастаймыз ғой біз. Оңбаған. Енді ауыр сөздер жазып тастаймыз да, сол үшін сауап алып жатырмын деп ойлайсыз ба? Жалпы айтқым келген ағайындар, біз біреудің айыбын ашқымыз келмейді. Біреудің кемшілігін айтқымыз келмейді. Жалпы өзіңізді өзіңіз менің алдында, мысалда, біреудің алдында ақтап неміз бар. Сізден есепті мен алмаймын, қияметте Алла тағала алады. Сол үшін бізге, не болмаса басқа адамдарға, адам баласының алдында сізге ақталудың қажет жоқ. Мен күнә істеп жатқан жоқпын. Алла біледі. Жеке мен күнәһар адаммын. Ешкімнің алдында ақталуға бетім де жоқ. Дәл сол сияқты ағайындар. Бұл айтып жатқанымыз бір амал етіп күнәміз азайса екен, сол таң намазымыз қаза болып қалмаса екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан, бұл бір намаздың, қаза болған намаздың азабын қанша екендігін, қандай ауыр екендігі жайлы айтқан. Сол азапқа душар болып қалмасақ екен деген мақсатта ғана мұсылман бауыр ретінде айтып жатырмыз. Мына нәрсені өзіме және мұсылман бауырларыма маңызды деп айта кеткім келеді. Біз таң намазына ұйықтап қалып жатамыз. Сөйтіп, неден екен деп ойланып отырамыз. Ал бұның себептерін исламда айтып қойған. Көп себебі әлбетте. Соның біреуі жатарда тойып тамақ жеу. Жатарда тойып тамақ жеген адам таң намазына тұруы да қиын болады. Оның түні ауыр өтеді ол адамның. Және азанда тұрған кезде де ол адам шаршаңқы, денесі талған жаңағы, денесі ауыр. Жалпы исламда тойып тамақ жеу зиян екенін айтқан болса, жатарда тойып тамақ жеу одан да зиян. Себептердің бірі осы тойып тамақ жеу, ұйықтап қалуға себеп. Екіншісі біздің сол күні жасаған күнәларымыз. Кейбір адамдар айтуы мүмкін, күнәмен ол намаздың не байланысы бар, не айтып кеттің деуі де мүмкін. Біздің сөзіміз емес. Имам Ахмадтың сөзін айтайық. Бір адам келіп, имам Ахмадқа айтады, имам, мен таң намазына тұрғым келеді. Түнгі намазды тұрып оқып, артынан таң намазды қосып тұрып оқығым келеді. Дәретімді алып, ерте жатамын. Бірақ түнгі намаз түгіл, таң намазына да тұра алмай қалып жатырмын дейді. Сонда имам Ахмад айтады, сенің күнәларың сені таң намазына тұрғызбай басып тастап жатыр ғой, дейді. Имам Ахмад айтады, сенің күнәң сені таңғы намазына тұрғызбай басып тастап жатқан ғой. Сен күндіз Алла тағалаға күнә жасама. Алла тағала саған сондай жеңілдіктер береді. Сен түнгі намазға да тұратын боласың, таң намазында қаза қылмайсың деп. Менің сөзім емес. Имам
Ахмад айтып жатыр. Айтады осылай. Және біз білеміз, исламда не дейді? Әрбір амал өзінің серігін сүйреп тартып отырады. Мысалы, өтірік айтасыз ба? Үйде әкеңіз отыр, біреу келіп есік тақылдады. Әкең бар ма десе, жоқ деп өтірік айттың ба, болды. Ол Алматыға кеткен, ол ертең келеді, ол жаяу кеткен. Бір өтірік артынан өтірікті тарта береді. Әлгі сырттағы адам қанша сұрақ қойса, бүкіліне өтірікпен жауап бересіз. Басында бір-ақ рет өтірік айтам деп ойлағансыз. Бір жақсылық істесеңіз, сол жақсылық артынан жақсылықты тартып отырады. Күнә істесеңіз, күнә өзінің артынан күнәні тартып отырады. Адам бірінші күнә істеген кезінде өкінеді, қиналады. Екінші рет күнә істеген кезінде, дәл соны қайталап істегенде уайымдайды. Үшінші рет істеген кезінде уайымдамайды. Төртінші рет істегенде оны ашық істейді. Бесінші рет істеген кезінде оны адамдарға мақтанып айтатын болады. Осылай жүректі күнә өлтіріп тастайды. Таң намазына бірінші ұйықтап қалған адам қиналады. Екінші рет ойланады. Үшінші рет енді бұл күніге сол деп. Бұл бізге бір уайымдамайтын да нәрсеге айналады. Айтқым келгені, бір күнәні істеу артынан басқа күнәні істеуге әкеп соғады. Не үшін? Өйткені таң намазына біздің тұра алмай қалуымыздың себебі біз уайымдамаймыз. Ал жүректегі уайымды осы күнә өлтіреді. Жүректі қарайтатын нәрсе осы күнә. Мысалы үшін, таңғы 6-да самолетіңіз бар. Ұшуыңыз керексіз. Не болмаса, таңғы 6-да бір әкім келіп қонайын деп жатыр. Сізге күтіп алуды жүктеген, ұйықтамайсыз. 100% ұйықтамайсыз. Жанымыз шығып кетпесе егерде, өліп қалмасақ әйтеуір, тірі болсақ ол жерге барамыз. Неге? Өйткені бұл өте маңызды шаруа біз үшін. Рас қой енді. Барамыз ғой енді, ол кім болсақ та. Не үшін? Бұл өйткені өте маңызды тірлік. Қалай ойлайсыз? Таң намазы бұдан маңызды емес пе? Алланың парызын өтеу, ол одан маңызды емес пе? Маңызды. Бірақ тағы бір себебі, әлгі әкім бізді кешірмейді ғой. Самолеттан түсіп тұрсын, бір 2 сағат сөйлді күтіп қалсыншы, не жұмыстан шығасың, не айлығың кесіледі, не ұрыс естисің. Біз содан қорқамыз ғой, кешірмейді ғой ол. Ол жаза береді. Алла тағаланың мейірімді деген сипатына біз көп үміттенеміз. Алла кешіреді ғой деп ше. Таң намазына тұра алмай қалудың себебі, бауырлар, бұл біздің кеш жатқанымыздан, не болмаса шаршап жатқанымыздан емес. Бұл біздің сол нәрсенің қаншалықты маңызды екенін уайымдамағанымыздан. Мысалы үшін, түнгі 3-те жатсақ та жаңағы 6-тағы самолетқа барамыз ғой. Не болмаса ұйықтамай қоясың. Енді мына Алла разы болсын әпке қарындастарымызға да, кейбір әпке қарындастарымыз былай дейді. Осы нәрсеге. Қандай күнә ол дейді. Қандай күнә ол. Азаннан кешке дейін үйде отырып та ұйықтап қалып жатырмыз ғой. Қандай күнә бізде деп ше. Құдайдың құдіреті, азаннан кешке дейін 24 сағат сіз үйде отырсаңыз, бұл сізді періште екен деген сөз емес қой ол. Үйде отырып адам діннен де шығып кетуі мүмкін ғой. Ниеті дұрыс болмаса. Біріншіден, жалғыздық күнә істеуге өте оңай нәрсе. Қоғамдық ортадан гөрі жалғыз отырған адам күнәні істеуге ешкім көріп тұрған жоқ қой жаңағы. Күнә істеу оңайлы болады. Бұл бәрін күнәһар деп жатқан жоқпын. Салыстырмалы түрде айтып жатырмын. Қараңыз, жалғыз отырсыз азаннан кешке шейін. Телефонда аласыз да құрбыңызбен сөйлесесіз. Сөйтіп ананы ғайбаттайсыз, мынаны ғайбаттайсыз. Күнә ма? Күнә. 1-2 намазыңызды қаза қылып қойсаңыз, күнә ма? Күнә. Мына жігіттер, бауырларымыз жалғыз өз үйде отырып алып, интернетке кіріп, жарым жалаңаштарды көріп отса, жалғыз болғаның үшін саған сауап жазылып жатыр ма? Жоқ, ол да күнә. Оның үстіне мына әпке қарындастарымыз, жеңшелеріміз интернетке кіреді, ютубқа кіреді, әркімнің сөзін тыңдап отырып, жаңағы комментарий жазады. Біз комментарийін әшейін жаза салмаймыз ғой, жаңа біздің ашуымыз тез шығады. Біз мынауың дұрыс емес екен демейміз. Оңбаған деп бастаймыз ғой біз. Оңбаған. Енді ауыр сөздер жазып тастаймыз да, сол үшін сауап алып жатырмын деп ойлайсыз ба? Жалпы айтқым келген ағайындар, біз біреудің айыбын ашқымыз келмейді. Біреудің кемшілігін айтқымыз келмейді. Жалпы өзіңізді өзіңіз менің алдында, мысалда, біреудің алдында ақтап неміз бар. Сізден есепті мен алмаймын, қияметте Алла тағала алады. Сол үшін
бізге не болмаса басқа адамдарға, адам баласының алдында сізге ақталудың қажеті жоқ. Мен күнә істеп жатқан жоқпын. Алла біледі. Жеке мен күнәһар адаммын. Ешкімнің алдында ақталуға бетім де жоқ. Дәл сол сияқты ағайындар, бұл айтып жатқанымыз бір амал етіп күнәміз азайса екен, сол таң намазымыз қаза болып қалмаса екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан, бұл бір намаздың, қаза болған намаздың азабын қанша екендігін, қандай ауыр екендігі жайлы айтқан. Сол азапқа душар болып қалмасақ екен деген мақсатта ғана мұсылман бауыр ретінде айтып жатырмыз.